ағайындар осыншалық жақсы тұрғандардың алғысын шексіз. Енді мынау ауыл жастарына, орта буын, аға буындарына, имамымыз Қайыр молдаға, балдарға жақсы жол көрсетіп жатқан. Соларға алғысым өте шексіз. Маған қиын кезеңде, көмек бергенде өте рахмет. Ата-бабасы, Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Барлықтарыңыз білесіздер, қазіргі ауылда болып жатқан тыныс-тіршіліктен осы ауылдың ел ағалары қолдап, ауыл имамы өз бәтесін беріп, ақсақалдарымыз ақ жолдай тілеп, жастары қолдап, демек бұрынғы ұмытылып кетіп бара жатқан салт дәстүрмен, асармен осы тамыр тұрғызып жатқан жағдайы. Енді көптен қоян құтылмас дейді. Жұмыға көтерген жүк жеңіл. Қазақта ата-бабамызда ол ежелгі дәуірден бері түркі тілдес халықтардың білге қалған тоны көк, ежелгі жазылған руна жазуларынан қазіргі заманға дейін жеткен бір сөз бар екен. Құт деген, асар деген. Біздің қанымызға, біздің ой санамызға сіңген осы асар дәстүрі кейінгі жастардан ұмытылып бара жатыр ғой деген мақсатпен осы жастардың қолдауымен, осы асармен, осы Сайт Жүсіп көкеміздің тамы бітіп қалды. 2003 жылы осы Түркістан еліне көшіп келген екен. Ата-баба қонысына кіндік қаны тамған жеріме, ағайыма, туысыма оралайын деген мақсатпен. Жалғыз өзі бір ұл, бір қыз тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, қазіргі таңда жаңа баспанаға кірейін деп отыр. Енді әртүрлі құжаттардың қиыншылығымен, әртүрлі сол кездегі өзінің жаңағы жоғалтып алып құжаттарын, одан кейін жаңағы Өзбекстан мен Қазақстан арасындағы келісе алмаған жаңағы миграциялық мәселелермен 2016 жылы толық жеке бастап құжаттандырылып, қазір 2 жыл болды зейнет жасына жетіп, әуелден жаңағы тұрмыс-тіршілігі еріп жүріп келе жатыр. Жаңағы ел дегенде езілген азаматтардың біткен іс, піскен жеміс дейді ғой. Осы жұмысымыздың жемісін рахмет ретінде ары қарай жастардың үлкен ағаларымызға жасаған жұмысын есебі ретінде осы аспен бісмілламен басталған аяқсыз қалмайды дегендей өздеріңізге жаңағыдай бәтелеріңізді алып осы қоныс тойын тойлауды бірге нәсіп етіп сіздердің рұқсаттарыңызбен Құранмен бағыштап ары қарай жаңағы жалғап жаңағы қоныс той бірге тойласақ деген ниетпен. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين آمين آمين Осы қонысы жайлы барып құттықтаймыз. Ішінде өсіп берсін қонса қанатымен ұшады дейді. Осы үлкендердің батасы қабыл болып, осындай істің келелі, мәнді, мағыналы болып отқан осы үлкен қария ақсақалдарымыздың батасынан шығар. Енді осы елдің атынан осы көкеміздің шаңырақ тойына бір тілек айтып жіберсек. Ауданнан бізге бірнеше өкілдер келіп отыр. Ауданның әкімінің және де аудандық мәслихат депутаты Арман Мажитов, сонымен қатар Жаңақорған аудандық жастар ресурстық орталығының директоры жас басшы Наурызбай Орынбасаров деген азамат. Осы орталығында да осындай игі іс 3-4 жылдан бері жалғасып келе жатыр екен. Соны осы 4-5 тамның кілтін ұстатып осындай ұйытқы тіршіліктің басқасында жүрген Арман Мажитов осы кісілермен бірге тілегін білдіріп жүрсе. Құрметті, бүгін қуанышқа жиналып отқан
ауыл азаматтары, ауданның келген қонақтар, жаңа жүргізіп отқан жігіт өзіміздің бауырымыз Қасым Төре бұл істің басталғаннан бастап әдемілеп, жүйелеп, маңыздылап айтып берді ғой. Қуаныштымыз. Осы іс басталғанда мына қарияларымыз жастардың осы ісін құптап, батасын беріп бастады ғой. Бірақ енді оңай шаруа емес тұғын. Негізі бір дайын тама беруге жұмыс істейік. Ертең бұның басында кім жауапкершілікті алып тұрады, барлығы жұмысы бар азаматтар деп жан-жақты талқыланды. Бірақ сол жерде осы ұйымдасамыз деп жұмысты кезең-кезеңмен бөліп алды. Мынау орта жастағы ағаларымыз бар, одан кейінгі жастар бар. Міне енді қандай тамаша, үлкен қуаныш. Осы ауыл азаматтардың, ауыл жігіттерінің ауызбіршілігінің, ынтымағының осы өздеріне қойған мақсатының соңына дейін орындалуына жауаптылығының арқасында болды. Іштіміз, мынау ауыл ардагерлері, ағаларымыз аман болсын. Сол кісілердің айтқанын тыңдап, өнеге тұтып, өзінен кейінгі жастарға үлгі көрсететін ауыл жастарына ризамыз. Құтты болсын. Ерікті жастар қоғамдық ұйымы бар ауданда, сол белсенді мүшесі. Қазір әлеуметтік желіден бәріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Ауданда неше үй берілді. Қанша отбасы осы қуанып жатқанда сондай бір жүрегің дүрсілдеп, сондай қуанышты сезімге бөленесің. Арман, естіп келгендеріңе рахмет. Осы аудандағы бастаманы қоштап жатқан ел бар, жұрт бар. Сол бір-бірімізді қолдап, жақсы болып жүруге тілектеспін. Мына айтылады, мен де қуанып тұрмын. Осыған үлесін қосқан мына бауырларыма, кейінгі мына балаларға Құдай денсаулық берсін, ауызбіршілік берсін. Ассаламалейкум, қадірлі ағайындар, қадірлі қонақтар, қадірлі жігіттер. Аллаға шүкір, мынау кешеге басталған іспен Құдай қаласа бір ары берісі 2 айдың ішінде ауызбіршілік ынтымақпен бітіріп, мына Сайд Юсіп көкемізге үлкен бір қуанышты бітіріп беріп жатырмыз, иншалла. Білесіздер, адамның жүрегінде иман болса, ол иман адам жатқызбайды екен ғой. Мына нәрсе соның көрінісі көке. Кеше мысалға қазіргі заманға байланысты мешіттердің жаңа жұма намазының бәрі тоқтап қалған білесіздер ғой. Енді жастар кешегі уақытта тақсыр біз енді намаз оқымай қалды, бұл қандай болды дегенде жүректерінде бір адамға сағыныш болады намазға деген. Енді сол жүректегі иман жатқызбай балалардың аржағын жүрегін қозғап осы көкемізге бір тамсап берсек қандай болады деген имандылықтың белгісі бұл Құдай қаласа. Сол имандылық белгісінің арқасында еміздің ешкім жаңа тоқ-соқтан, қарынның тоқтығынан ақша бөліп шығарған нәрсе емес. Әйтеуір әрқайсысы өзінің жеп отқан нанынан азған деп бөліп беріп, мынау 2 айдың ішіндегі еңбек жастарға. Ең үлкен Құдай қаласа осы жастарға, елдегі ел ағаларына, осының басы қасында жүрген жігіттерге Алланың разылығы болып, тек үйлеріңізде қызықшылық болсын дейміз Құдай қаласа. Құдай қаласына көкемізге тамы қонысы жайлы болсын көке. Енді үйіңізде тек қызықшылық болсын иншалла. Өткен кеткеннің барлығы ұмытып кететін болсын иншалла. Амин. Той болсын иншалла. Амин.